Сәлем достар. Тіс ауруы күтпеген кезде келетін қонақ. Тіс адамның ең жанды жері. Біз сіздерге ауруды бірден басатын 6 әдісті ұсынамыз. Біріншісі, тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз және тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды уатып, тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз. Екіншісі, мақтаны самырсын майында жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл екке 10-15 минут басып, 1,5-2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз, нәтижесін көресіз. Тіс ауруынан құтылуға басбармақ пен сұқ саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі. Массажды тіс ауру аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз. Әрекетті 5-10 минут сайын жасап тұру керек. Ауруды жеңілдетуге белгілі бір нүктеге массаж жасау көмектеседі. Жоғарғы еріннің үстіндегі нүктені тауып, бір қалыпты массаж жасау арқылы ауруды басуға болады. Ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кесектерін бетіңізге басу көмектеседі. 5-6 тамшы йод пен 1 қасық тұзды алып, оны 1 стақан суда ерітіп, ауру тісіңізді шайыңыз.